Сәлем қыздар, сіздермен бүгін бонафипай жасайтын боламыз. Кешкі асқа міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет, отбасыларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Видеоны соңына дейін көріп, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға ұнымызды, сахарный пудраны, разрыхительді салып, жақсылап үшеуін араластырып аламыз. Бір келкі араласып алғаннан кейін тоңазытқыштан шыққан сары майымызды салып, крошка жасайтын боламыз. Оңға майды осылай бірінші араластырып алып, қолдарыңызбен крошка жасап аламыз. Сосын жұмыртқаның сарысын қосып, жұмсақ тесто илейтін боламыз. Қолдарыңызға жабысуы мүмкін, тесто ештеңе етпейді, артық ұнды қосудың қажеті жоқ. Тестоны демалдыруға 15-20 минутқа холодильникқа салып қоямыз. Демалған тестамызды кішкене ұн сеуіп жіберіп, жаятын боламыз. Сразу формаға салып жая берсеңіздер де болады, немесе оқтаудың көмегімен осылай кішкене жұқалап жіберсеңіздер болады. Орап алып, формамызға тестаны жайғастырамыз. Артық жерлерін оқтаудың көмегімен немесе қолмен алып тастасаңыздар болады. Менде 24 диаметрлік форма. Жұқа жерлерін бір келкі етіп, тестаны жалғап, формаға саламыз. Қызып тұрған пешімізге 180 градуста 20-30 минутта пісіріп аламыз. Өздеріңіздің пештеріңіздің ыңғайына қарай пісіріп алсаңыздар болады. Пісіп шыққан тестамызға 2 қасық вареный сгущенканы жағып, бір келкі етіп жағып шығамыз. Көп жағудан қажеті жоқ. Крем үстіне жағған соң біздің пирогымыз қатты тәтті болып кетеді. Мен бұл жерде 1,5 штук бананды пайдаландым. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша турап шығасыздар. Бананды бір келкі етіп жайғастырып алғаннан кейін, енді пирогымыздың кремін жасайтын боламыз. Кремдеріңіз өте жақсы шығу үшін, қыздар, пирогты жасардың алдында ең алдымен миксердің 2 венчигімен посудасын морозильникке салып қойыңыздар. Сол кезде мұздай болып тұрады да, осылай крем жасайтын кезде кремдеріңіз май болып кетпей өте әдемі шығатын болады. Кремді жасаған кезде бірінші сливкиді қойғаннан кейін сахарный пудра екеуін араластырып алып, ең аз жылдамдықта араластырамыз. Сосын орташа жылдамдықта араластырып, кейіннен ең қатты жылдамдығына қойып, кремді жасап алатын боламыз. Қыздар, бұл жерде қатты араластырып жердің қажеті жоқ, әйтпесе сливкилеріңіз май болып қалады. Өздеріңізге ұнаған насаткамен осылай әдемілеп сәндеп шықсаңыздар болады. Осымен біздің пирогымыз дайын. Сәндік үшін какаоны бетіне сеуіп жесеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Менің сіздерге жасап атқан еңбегімді бағалап, лайк басып, комментарий қалдырып, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі рецепті өткізіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Назарларыңызға көп рахмет.